Істеріне Аллахым береке берсін. Өзге ұлттың тағамын қорлау емес, қазағының ұлттық тамағын қолдау болып тұр. Ризық Алладан. Келесі Түркияға келгенімізде қазақтың ұлттық тамақ орталықтарын көруді бәрімізге нәсіп болсын. Түркия елінде сауап алу мақсатында лағманжы пісіріп таратады екен. Осындай кереметтей үлгіні өз елімізде неге жасамасқа? Құрметті достар, каналға тіркеліп лайк басуды ұмытпағайсыздар.